Каналыма қош келдіңіздер. Қызылшаның пайдасы туралы. Қою қызыл көкөністер тағамдарымыздың сәнін келтіріп қана қоймай, пайдалылығын арттыра түседі. Себебі қызылша өте пайдалы көкөніс. Қызылшаны сүйіп жейтін адамның жалпы портретіне назар салайық. Ол ақылды, себебі қызылшада йод көп, ал онсыз есте сақтау қабілетін жақсы, ой өрісі мен зейіні жоғары болу мүмкін емес. Беті алқызыл, себебі қызылша темірдің сіңуіне әсер етеді. Сондықтан қызылшаны ұнататын жандардың бет әлпетінің бозарғанын байқамайсыз. Қызылшаны адамның физикалық төзімділігін арттырады екен. Ғалымдар қызылша шырынының қан тамырларды кеңейтіп, қан тарауын күшейтетінін дәлелдеген. Демек, бұлшық еттерде ауа түсуін арттырады. Мамандар тәжірибе жүргізіп, жаттығу алдында 70 мг қызылша шырын ішу денеге түсер салмаққа төзімділікті 16%-ға ұлғайтатынын анықтаған. Қызылшаны сүйіп жейтін адамдардың шашы жылдам өсіп, қалыңдап, жылтырай түседі. Оған қызылша қабығының астында көп мөлшерде кездесетін В дәрумені ықпал етеді. Қызылша бұлшық ет массасын арттыруға көмектесетін магний мөлшері көп. Құрамда азат алмасуына жылдамдатып, артық сұйықтықты шығарып, артық салмақтың арылуға себебін тигізетін ерекше заттар кездеседі. Қызылша қандай ауруларды жазуға көмектеседі? Қан қысымында. Зәр айдайтын әсеріне байланысты қызылша шырыны қан қысымын төмендетеді, ал құрамда көп мөлшерде кездесетін кальций себепті қызылша жүрек ауруларына зардап шегетін адамның ас мәзірінен табылуы тиіс. Іш қатуы. Қызылшадан жасалған тағамдарды іш жүргізетін құралдарға балама ретінде қолдануға болады, бірақ қызылша шырынын пайдаланғанда абайлаңыз. Нәтижесі сіз күткеннен де артық болуы мүмкін. Бас жазу. Қою қызыл көкөніс бауыр қызметін жақсартып, оны улы заттардан қорғап, организмнен зиянды заттарды шығарады. Асқазандағы ауырлық. Әсіресе ол жаншылған шошқа етіне байланысты. Қызылша ақуыздан мен майлардың қорытылуына көмектеседі. Тұмау кезінде. Қызылша қабынуға қарсы әсерге ие, сондықтан бұл көкөністің шырынын тұмау тигенде мұрынға тамызады. Сонымен қатар баспа, көмейдің қабынуы, жұтқыншақ қабынуы орын алғанда тамақты шаю үшін қолданады. Егерде сізде төменде аталған дерттер болса, қызылшаны көп қолданбағаныңыз абзал. Сусамыр, ол қандағы глюкоза деңгейін арттырады. Құяң немесе несеп тас ауруы. Қызылша құрамында бұл ауруларда қарсы көрсетілетін қымызды қышқылы бар. Іш жетуіне бейімділік. Қызылшаның іш жүргізетін әсері керек емес. Қызылшаны қалай пісіреді? Қызылшаны пісіргенде ыдыстың қақпағын жауып қойыңыз, ол дәрумендердің жоғалуын азайтады. Көкөністің толықтай суға батып тұруын қадағалаңыз. Ол пайдалы заттардың ыдырау процесін баяулатады. Суға тұз салмаңыз. Ол қызылшаның пісу уақытын ұзартады. Тіпті қызылша піскеннен кейінде қаттылау болуы мүмкін. Дайын тағамды тұздаңыз. Түбін кеспеңіз және сабағын толық кеспей бірнеше сантиметрді қалдырыңыз. Әйтпесе қызылша түсін жоғалтып, дәмі су татып кетуі мүмкін. Пісу уақытын жылдамдату үшін суға 1 ас қасық қант салыңыз, немесе өсімдік майын құйыңыз. Екеуі де қайнау температурасын жоғарылатады. Егер ыдысты былғаудан қорықсаңыз, қызылшаны полиэтилен пакетке салып пісіріңіз. Ол көкөністің дәміне, пісу ұзақтығына әсер етпейді. Егер қызылшаны тазаланған не туралған күйінде пісірсеңіз, суға біраз сірке су қосыңыз. Ол көкөністің түсін жоғалтпау үшін қажет.